Әжемнің ертегісі. Енді жатып ұйықтаңдар құлындарым. Әже, ертегі айтып берші. Жақсы, тек бір ертегі айтамын, сосын жатып ұйықтаймыз, жарай ма? Алақай! Ерте, ешкі жүні бөртеде, баяғы өткен заманда бір елде бір кедей шал мен кемпір өмір сүріпті. Алтын балық. Бүгін балыққа шығу керек, бәлкім бір жақсы балық табылар. Иә, бірақ асықпай, сабырлы болайық. Сөйтіп шал өзенге қарай жол тартады. Өзенге де жетеді, қолындағы тор қармағын өзенге жайып жібереді де күтеді. Кенет торға үлкен әдемі алтын балық түседі. Шал аң-таң сол кезде алтын балық былай дейді: Мені босатсаң, тілегіңді орындап беремін. Жарайды, ештеңе керек емес, жүзе бер. Бұл жағдайды кемпіріме айтайын, сенеді ме екен? Алтын балықты көрдім, тілегіңді айт деді. Ештеңе сұрамадым, босатып жібердім. Әй шал, тым болмаса жаңа үй сұрамадың ба? Үйдің түрін қарасаңшы. Солай шал қайта өзенге келеді. Тілек тілеуге келдім, алтын балық. Кемпірім жаңа үй сұрап жатыр. Ата, үйге бара беріңіз, тілегіңіз орындалды. Рахмет. Ой, қандай жақсы үлкен үйің болған. Міне ғажап. Иә, мұндай ғажапты бірінші рет көруім. Шалау, енді барып үлкен егістік сұрасаңшы. Күн көріске керек қой. Жарайды. Алтын балық, енді бізге үлкен егістік жасап берсең, төбем көкке жетер еді. Жарайды ата, үлкен егістігін ұстап қазір дайын болады. Болды, осы да жетеді бізге. Аш көз болмайық. Иә, барына береке берсін. Сөйтіп олар ұзақ әрі бақытты өмір сүріпті. Ашкөздік тек қиындыға келеді, ал ризашылық пен қанағат жүректі қуанышқа бөлейді.